Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. 151 сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құрама есептер. Байқоңыр ғарыш айлағы. Сабағымыздың мақсаты есептерге талдау жасайсың және шығарасың. Балалар, біз бүгін құрама есептер жайлы білімімізді қорытындылаймыз. Оқулығымыздың 80-ші бетіндегі екінші тапсырмаға назар аударайық. Ауданды гектармен және армен өрнекте. Байқоңыр әлемдегі тұңғыш және ірі ғарыш айлақ. Қызылорда облысында Қазалы қаласы мен Жосалы кентінің арасында Төретам ауылына жақын орналасқан. Байқоңыр ауылға жақын орналасқандықтан халықаралық жер серігі анықтамалығында Төретам Мис энд Спейс комплекс деп белгіленген. Ғарыш айлақ 6717 км квадрат жерді алып жатыр. Енді тапсырма балалар. Осы жердегі 6717 км квадратты гектарға және армен өрнектеп жазамыз. Тапсырма түсінікті болса, орындайық. Үшінші тапсырмаға назар аударайық. Есепті теңдеу құрып шығар. Біз өткен сабақта есепке теңдеу құруды үйренгенбіз. Тыңдайық. Ғарыш айлақтың қызметкерлеріне аумақты қарау үшін 60 км жол жүру керек еді. Олар 15 км сағат жылдамдықпен 2 сағат жүрді. Олар әлі қанша километр жол жүруі тиіс. Яғни балалар, қозғалысқа берілген есептің сызбасына қарай отырып, есепке теңдеу құрып шығарамыз. Шешуін теңдеумен шығарамыз. Енді балалар, 5-ші тапсырмаға назар аударайықшы. Тапсырманы орында. 5-ші тапсырманың астында периметрі 24 мм, 48 мм, 20 см, 12 см-ге тең шаршылар сыз дейді. Қазір біз периметрі 24 мм болатын шаршы сызуды қарастырамыз. Яғни шаршының периметрі 24 мм. Бірақ периметр бойынша шаршы сыза алмаймыз. Сондықтан да оның бірінші қабырғасын тауып аламыз. Ал шаршының қабырғасын табу үшін периметрін 4-ке бөлеміз. Яғни 24-ті 4-ке бөлеміз. Сонда шаршының қабырғасы 6 мм. Енді осы 6 мм-лік шаршыны сызуға болады. Периметр 48 мм, 20 см, 12 см-ге тең шаршыларды өзің сыз. Енді осы 5-ші тапсырманың әсіне қарай. Дәптеріңе ұзындығы 5 см, периметрі 14 см болатын тік төртбұрыш сыз. Осы тік төртбұрыштың ауданын тап. Балалар, бізге тік төртбұрыштың периметрі мен ұзындығы берілген. Бірақ тік төртбұрыш сызу үшін бізге оның ені қажет. Тік төртбұрыштың енін табу үшін біз периметрді 2-ге бөліп, ұзындығын азайтсақ болады. Кейін ауданын табамыз. Ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. Осы өлшем бірліктер бойынша тік төртбұрышты сызамыз. Балалар, мына формулаларды пайдалана отырып, тік төртбұрыштың енін тауып аламыз, одан кейін ауданын тауып аламыз. Өздік жұмыс. Оқулықтың 80-81-ші беттеріндегі номер 1-ші тапсырманы, номер 4-ші тапсырманы, номер 5-ші тапсырманы, номер 6-ші тапсырмаларды өз бетіңше орында. Іске сәт балалар. Бүгінгі білімдеріңді мынандай смайликтер арқылы жіберсеңдер болады.